Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ендеше менімен бірге қалыңыздар. Айналымда толып жүр қыздар, білем бәрі де сұлулар, бірақ менің жүрегімді жаулап алған бір қаншайым бар. Сұлулардың ішінде бір сұлу жүректе, ол қыз мені байлап алған, ол қыз мені жаулап алған. Айналдырып басымды, шығарады есімді, майысып жүрген белі әкетер есімді. Тым ерекше керім, от болып жанасың, шын айтам сен көзің жалын аласың. Елден ерек, мүлдем бөлек, уақыт өткен сайын ғашық болып барам. Менің саған айтарым көп, сенен маған қайтарым жоқ. Көзге ілме өзгелерді, менің айтқан сөздерімді құлақ ілмейсің, сен дымда білмейсің. Маған деген жанар қарадың көз алмай, жаным менің жай таппайды, енді қайта жолықпай, жақындауға жаныңа жол таппай, ғашық болып қалдым саған қалай. Құймақты формаға құйғаннан соң осындай міне бетінде осындай тесіктер пайда болады. Сол кезде ғана екінші жағына айналдырасыздар. Міне осылай құймағымыз көтеріледі. Екінші жағы піскеннен кейін құймағымызды алып тастаймыз. Сұлулардың ішінде бір сұлу жүректе, ол қыз мені байлап алған, ол қыз мені жаулап алған. Айналдырып басымды, шығарады есімді, майысып жүрген белі әкетер есімді, есімді. Құймағымыз дайын болды. Сіздер өз қалауларыңызбен сәндеулеріңізге болады. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Ас болсын.